Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Аяна. Бүгін мен песочный тестодан жасалынатын өте дәмді болып шығатын варенье қосылған пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай майымызды үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Май тоңазытқышта тұруы керек. Кейіннен екі алақанымыздың көмегімен дәл видеодағыдай жасаймыз. Жасап болғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды қосамыз, ванильный сахар қосамыз аздап қана, және кукурузный крахмал қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз үшеуін. Кейіннен бір жұмыртқа, шекер, бес ас қасық қоссаңыздар жетеді. Және майонез бір ас қасық. Жақсылап араластырып аламыз да қамыр илейтін боламыз. Қамырды екі бөлікке бөліп, біреуісін тоңазытқышқа, біреуісін морозильникке қоямыз. Дайын болған қамырымыздың жартысын аламыз, морозильниктегі қамырға тимейміз. Осы ыдысымызға жақсылап орналастырып аламыз. Қалауыңыз бойынша варенье қосасыздар. Мен малинаның вареньесін қостым. Варенье сулы болмау керек. Және де морозильникте тұрған екінші қамырымызды осылай үккіштен өткізіп, үстіне жайып шығамыз. Өте керемет болып шығады, шын айтам. Жасап көруге кеңес берем. Шаймен ішуге өте дәмді. Дәл осы тестодан сіздер печенье де, түрлі пирогтарды да жасай аласыздар. Начинкасына басқа зат қоссаңыздар да болады.